Good day students. Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 5-ші сынып English Plus кітабындағы 2-ші бөлімді қайталау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші exercise number 1, complete the adjectives. Яғни adjectives оқушылар бізде сын есімдермен толықтырып бірінші тапсырманы орында деген. Біріншісінен бастайық. Ендеше оқушылар бірінші golf is unpopular деп жазамыз бұл жерге. Толықтырып танымал емес деген сөз. With young people. Golf жастар арасында танымал емес деген. Екінші a Jaguar is an expensive car. Үшінші Almaty is an interesting city, яғни қызықты қала деген. Келесі I think that hip hop is a difficult dance. Бесінші salsa is very popular in South America. Келесі dominoes is an easy game. The last one pizza is a cheap meal. The next exercise number 2, complete the sentence with the words in the box. Оқушылар осы қорапшада тұрған сөздерді алып, сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар деген. Яғни қоршау тұрған сөздерді аламыз және толықтырып сөйлемдерге қоямыз. Бірінші Tom Raider is a fantastic game болады бұл жерде оқушылар. The Tom Raider is a fantastic game. Яғни Tom Raider деген фантастикалық ойын деген. Екінші my favorite food is pizza. Үшінші ордабасы Шымкент is a great team. The next who is your favorite singer? Rihanna. Fifth бесінші is rugby a popular sport in Kazakhstan? The next, your cat is dangerous animal. The next, my favorite TV program is The Simpsons. Exercise number 3, шату, complete the sentence with affirmative and negative forms of be. Оқушылар to be етістігімен, яғни болымды және болымсыз түрін қолданып сөйлемді толықтырыңыз деген. Яғни to be-дің болымды және болымсыз түрі. Бірінші, it an easy language. Бұл жерде оқушылар қасында x қойылғандықтан, яғни сөйлем болымсыз сөйлем деп жазуымыз қажет. It is not болады, яғни бұл жерде болымсыз түрі. It's not an easy language. Екінші, I am interested in photography болады. Үшінші, my friends is not interested in team sports. Келесі, Ербол and I are in the drama club at school. Бесінші, I am not in the school basketball team. Келесі, no, Maria is not from Moscow. Соңғысы, you are very good at chess. Exercise number 4, you order the words and write questions and write through short answers. Сөздерді қайта реттеңіз және сұрақты жазыңыз, одан кейін қысқа жауап беріңіз деген сол сұраққа. Оқушылар яғни бұл жерде сұрақтарды дұрыс орнына қойып жазамыз. Бірінші бізде Are you good at sport? Қысқаша жауап беретін болсақ, yes, I am, немесе no, I am not деп жауап берсек болады. Бұл жерге yes, I am деп жауап берейік мысалы. Екінші, is Ruslan your name? Yes, I am, немесе no, I am not деп жауап береміз. Келесі, is basketball popular at your school болады. Оған қысқа жауап беретін болсақ, no, it isn't. Келесі, are your friends interested in drama? Yes, they are. Келесі, is your best friend from Italy? No, she isn't. Немесе he isn't деп жауап берсек болады. The last one, соңғысы, are you and your friends good at sport? Yes, we are деп жауап береміз. Exercise number 5, complete questions 1 to 6 with the words in the box. Then match the questions with answers A to F. Оқушылар бірінші бізде қоршаулы тұрған сөздерді орындарына қойып сәйкестендіреміз. Одан кейін сұрақтары мен жауаптарын сәйкестендіреміз. Бірінші Tony from деген бұл жерде where is Tony from болады. Where is сұрағын қоямыз. Екінші is Mary Jones the new drama teacher? Келесі what's your favorite sport? Келесі who is your best friend? Are the new students from Brazil? Соңғысы, how old is Бақыт? Келесі exercise number 6, complete the dialogue. Диалогты толықтыр. Бірінші, what's your name, please? Shayla Stephens. Can you spell that, please? Yes, it's Stephens. What's your phone number? Келесі, төртінші, great.
Бесінші, interested сөзін жазамыз. Алтыншы, Saturday. Келесі бізде жетінші жаттығу оқушылар listening, яғни тыңдалым тапсырмасы. Тыңдап, бұл жерде Caroline және Billy деген екі оқушының неше жаста екенін және де олардың тағы да басқа өздерінің істейтін істері жайлы оны дұрысын белгілеп жазайық, ендеше тыңдайық. Hi, I'm Caroline. I'm 12 years old and I'm from Liverpool. I'm interested in sport and my favourite game is basketball. It's fantastic. My friends and I are in the dance club at school. It's on Thursday at 4 o'clock and it's very popular with young people. Billy. My name's Billy and I'm 11 years old. I like football and I'm a Chelsea fan. It's a great team. Photography is my favourite activity. It's a new activity at school and it's very interesting. The club is on Wednesday at 5 o'clock. The teacher is great and it isn't very expensive.